Құрметті көрермендер, НАЭС Қазақстан Agile командасымен синтетикалық биологияны зерттеудің тағы бір қызықты бөліміне қош келдіңіздер. Табиғаттың ең қызықты молекулалық ғажайыптарының бірі плазмидаларды зерттеу арқылы ғылыми саяхатымызды жалғастырайық. Бұл бейнеде біз генетикада, биотехнологияда және бактериялар мен олардың қоршаған ортасының қызықты өзара әрекеттесуінде маңызды рөл атқаратын ДНК-ның кішкентай, дөңгелек бөліктерінің әлеміне енеміз. Ендеше плазмидалардың құпиясын және олардың өміріміздегі маңызын бірге талқылайық. Ең алдымен, плазмида дегеніміз не? Әрбір тірі жасушаның негізінде геном, ағзаның функциялары мен белгілерін басқаратын генетикалық ақпараттың сақтаушы бөлігі жатыр. Бірақ кейбір бактериялардың ішінде плазмидалар деп аталатын ДНК-ның шағын, қос тізбекті дөңгелек бөліктері жасырылған. Жасуша ядросында орналасқан негізгі геномдық ДНК-дан айырмашылығы, плазмидалар жасуша цитоплазмасында дербес, кейде бірнеше көшірмелерде болады. Плазмидалар әдетте қос тізбекті дөңгелек молекулалар түрінде болады. Көбею қабілетіне қарамастан, плазмидалар вирустар сияқты тірі организмдер болып саналмайтынын атап өту маңызды. Плазмидалар бактерияларда жан-жақты зерттелген, олар кішкентай көмекшілер деген атаққа ие болды. Олар антибиотиктерге төзімділік немесе белгілі бір қосылыстарды қорыту қабілеті сияқты пайдалы қасиеттерді бере отырып, бактериалды жасушалар арасында гендерді көлінен тасымалдай алады. Бұл әмбебап молекулярлық құралдар гендік инженерия үшін өте маңызды және табиғи микробтық экожүйелерде де биотехнологиялық индустрияда да маңызды рөл атқарады. Осы тамаша плазмидаларды құрайтын кейбір негізгі компоненттерді қарастырайық. Ең алдымен промоутер. Ген экспрессиясы промоутерға транскрипцияның басталуын бақылайтын қосқыш ретінде әрекет ететін нақты ДНК тізбегіне негізделген. Ол ДНК-ны РНК-ға көшіру процесін бастайтын фермент РНК полимеразы үшін қондыру орны ретінде қызмет етеді. Қызықты генді күшті промоутердің төменгі ағынына орналастыру арқылы ғалымдар қажетті ақуыз немесе РНК өнімін тиімді өндіруді қамтамасыз ете алады. Екінші, таңдалатын маркер. Сіз шөптен ине іздеп жатырсыз деп елестетіңіз. Бұл таңдалатын маркерлерсіз генетикалық түрлендірілген жасушаларды анықтау. Бұл гендер зерттеушілерге генетикалық манипуляция кезінде плазмиданың сәтті басып алған жасушаларды таңдамалы түрде анықтауға және оқшаулауға мүмкіндік беретін белгілерді кодтайды. Жалпы таңдалатын маркерлерге антибиотиктерге төзімділік гендер жатады. Олар ғалымдарға плазмиданы алған жасушаларды ғана өсіруге мүмкіндік береді. Бұл оларды белгілі бір антибиотиктерге төзімді етеді. Үшінші, репликацияның шығу тегі. ORI плазмида репликациясының бастапқы нүктесі болып табылады. Бұл плазмиданың иесі жасушада тәуелсіз көбеюіне мүмкіндік беретін маңызды элемент. Жасуша бөлінгеннен кейін, екі аналық жасуша да плазмиданың көшірмесін сақтап алады. Бұл оның тасымалдайтын генетикалық ақпаратының ұрпақтар бойына сақталуын қамтамасыз етеді. Төртінші, бірнеше клондау сайты. MCS-ті молекулалық кесу және қою станциясы ретінде қарастырыңыз. Бұл плазмиданың бірнеше бірегей шектеуші ферменттерді тану учаскелері бар аймақ. Бұл сайттар зерттеушілерге плазмиданы белгілі бір жерлерде кесуге және бөгде ДНК тізбегін дәлдікпен енгізуге мүмкіндік беретін молекулалық қайшы ретінде әрекет етеді. MCS төменгі ағындағы эксперименттер үшін плазмидаға арнайы ДНК фрагменттерін енгізу процесін жеңілдетеді. Бесінші, репортер гендер. Хабарлаушы гендер ғалымдарға гендердің экспрессиясын немесе жасушалық белсенділікті бақылауға мүмкін беретін молекулалық шамдар ретінде қызмет етеді. Жасыл флуоресцентті протеин сияқты флуоресцентті ақуыздар және бета-галактозидаза сияқты ферменттер репортер гендерінің мысалдары болып табылады. Бұл гендер қажетті генмен біріктірілген кезде олар зерттеушілерге қажетті ақуыздың өндірісін визуализациялауға немесе сандық бағалауға мүмкіндік береді. Плазмидалар керемет мүмкіндіктерді ұсынса да, антибиотиктерге төзімділікті қатысты айтарлықтай қиындықтар туғызады. Бактериялар арасында плазмидалардың тасымалдануы төзімділік гендерінің тез таралуына мүмкіндік береді. Бір реттен емделетін инфекцияларды өмірге қауіп төндіретін жағдайларға айналдырады. Осы жаһандық денсаулық дағдарысымен күресу үшін бүкіл әлем ғалымдары плазмидалар арқылы тасымалданатын антибиотиктерге төзімділік гендерінің берілуін тоқтату стратегияларын зерттеп жатыр. Олардың жұмысы біздің ең күшті медициналық құралдарымыз антибиотиктердің үздіксіз тиімділігін қамтамасыз етуде өте маңызды. Технология дамыған сайын плазмидалардың даму мүмкіндіктері де арта түсуде. Ғалымдар осы кішкентай генетикалық бөлшектер медицинада жаңа жолдарды ашатын генетикалық аурулардың мақсатты терапиясын жеткізу үшін пайдаланылуы мүмкін болашақты болжайды. Плазмидалар генетикалық ақпараттың қарапайым шеңберлері миллиардталған жылдар бойы жердегі тіршіліктің барысын қалыптастырды.
Бактериялық эволюциядағы рөлінен бастап биотехнологиядағы әлеуетіне дейін олар ғалымдардың санасын баурап алуды жалғастыруда және адамзатқа пайдалы серпілістерді шабыттандырады. Плазмидалардың қызықты әлеміне ғылыми саяхатта бізге қосылғаныңыз үшін рахмет. Есіңізде болсын, біз неғұрлым көп үйренсек, соғұрлым біздің әлемді жақсарту үшін осы керемет молекулалық ғажайыптардың әлеуетін пайдалана аламыз. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.